Менің махаббатым да тегін. Ас үйде тамақ әзірлеумен әбігерге түсіп жатқан анасының жанына ұлы жүгіріп келді. Ештеңе деместен бір жапырақ қағазды қалтасына салып кетті. Анасы жай ғана жымиды да қолдарын алжапқышқа сүрте бастады. Бұрыштағы орындыққа отырып қағазды ашты. Жоғары жағына анасының ұлына қарызы деп жазылған екен. Оның астында мынадай тізім болды. Ауладағы жапырақтарды тазаладым, 100 теңге. Бөлмемді жинадым, 80 теңге. Дүкенге бардым, 200 теңге. Қоқыс шығардым, 50 теңге. Үй тапсырмасын орындадым, 150 теңге. Көршінің затына апарып бердім, 90 теңге. Барлығы 670 теңге. Осы сәтте баласы анасын аңдып отырған болатын. Қағазды оқып болған соң ақша берем екен деп күтті. Алайда анасының терең ойға батып кеткенін байқайды. Ана көп ұзамай қолына қаламсап алды да парақты теріс айналдырып мынаны жазуға кірісті. 9 ай бойы барлық ауырлықтарға шыдап, толғақтың қиындығын бастан өткердім. Тегін, түні бойы жылағаныңда ұйықтамадым. Ауырғаныңда да дәрігерге апардым, үнемі жаныңда болдым. Ол да тегін. Сені жуындырып, нәжісіңді тазаладым, киімдеріңді үтіктедім. Тегін. Ойыншықтар, тамақ, киім, тіпті мұрныңды сүрткенім де тегін. Сені жығылып қалама деп уайымдаған және әлі де уайымдайтын сәттерім де тегін. Балам, менің саған деген жүрек толы махаббатым да тегін. Жазылғандарды оқып біткен баланың жанары жасқа толып, анасына қарады да: «Анашым, мен сені өте қатты жақсы көремін» деп қапсыра құшақтады. Аз уақыттан кейін қолына қаламсабын алып, былай деп жазып қойды: «Барлығы да төленді.